Мұнда кел. Тоқта, басың төмен түсір. Танымал режиссер зорлық-зомбылық жасаған үшін Кім тұтқындалды. екеніңді білесіңдер ме? Жезөкше шақырғаныңыз үшін қамауға алындыңыз. Оны алып кетіңдер. Олай емес. Сүре бермеңдер. Доғарыңдар. Жетер. Бұрындары оған біреу тиістер болса, оны өзім ақ қорғайтын едім. Оны бәрі жалғызбасты ана деп келеке қылатын. Қазірде қорғауыма болар еді. Менде бәрі бар ғой. Бірақ оны қорғай алмаймын. Қауқарсыз байлықтың не керегі бар? Тіпті жақындарымды да қорғай алмаймын. Джон Лин екеуің жайлы сұрамаппын. Бірақ бір айтарым, сенің оған сезімің бар. Сен бар болғаны 23-тесің. Мансабың күн сайын өрлеуде. Бұл сезімнің саған не керегі бар? Маған бәрібір. Онымен бірге болғым келеді. Мүмкін дос боп қала бергендерің сен үшін дұрыс шығар. Ей, кірмеңдер! Кім екенімді білесіңдер ме? Даусын шығара аласыз ба, өтініш? Жезөкше шақырғаныңыз үшін қамауға алындыңыз. Алып кетіңдер. Олай емес. Сүре бермеңдер. Доғарыңдар. Сенімен болғым келеді фильмінің түсірілім алаңынан тағы да шу шықты. Режиссер тұтқындалды. Манли? Жезөкше шақырып ұсталды. Дуншин компаниясының акциясы құлдырады. Не үшін келдің? Тұрмай-ақ қой, сені көруге келгем. Бәрі дұрыс. Дәрігерлер бүгін мені шығарамыз деген. Отыр. Жарайды. Чумома саған айтқан? Чумо өзін кінәлі сезініп жүр. Себебі сәненге сенің комикстеріңді ұсынған мен едім дейді. Сондықтан оның кінәсі жоқ. Дер кезінде келмегенде мені әлде қашан. Чумо өзін кінәлі сезінуде. Режиссердің жазасын бере алмады ғой. Ай, ақымағым-ай. Иә. Екеуің тез тіл табысып кеткен сияқтысыңдар. Чумоны кезінде анасы тастап кеткен. Сол үшін өзін сенімсіз сезінеді. Сондықтан да пасық адамдарды жек көреді. Басқаларға сенуі де қиын. Бірақ саған сенетін секілді. Солай емес пе? Сен де оны жақсы танисың. Біз бірге өстік қой. Оны інімдей көремін. Мен де оған әпкесі секілдімін. Айтпақшы, жаңалықтарды көрдің ғой? Иә. Өз жазасын алды. Біздің фильмді уақытша тоқтатқаны өкінішті. Мұны кездейсоқтық деп ойлайсың ба? Мүмкін Чумо істеген шығар. Чумо екеуміздің шамамызды ескерсек, Чумоның іс емес. Демек ол... Фильм режиссерінің басы үлкен дауға қалды. Түсірілімді жалғастырғанның өзінде кассалық жиын мардымсыз болмақ. Хан мырза, бұл жобаға өзіңіз 10 миллион юань салуға көндірген едіңіз. Акциямыз құлдырап барады. Бұлай жалғаса беруіне болмайды. Тығырықтан шығар жол іздейік. Индустрияда мұндай жайт болып тұрады. Етіміз үйренген. Дұрыс, режиссерді ақтап алайық. Сонда Дуншинді аман қалады. Компанияға не болмақ? Бұл жалғыз жол. Бізге нақты жоспар керек. Өтінем, тынышталайық. Ол пасықты ақтағысы келгендер Дуншиннен өз еркімен кете берсін. Акцияларыңызды өзім сатып алам. Хан мырза, олай айтуға болмайды. Біз мұны компания үшін істеп жатырмыз. Режиссерге бола сонша шығынға батудың қажеті жоқ. Егер Дуншиннің шамасы жетпесе, мен бұл жерде отырмас едім. Бүгінге осы. Боссыңдар.
режиссерларға, заңгерлерге, пиар-менеджерлерге хабарлас. Жарайды. Мен кеттім. Сауықтың ба? Саған айтпағым бар еді. Рахмет Не саған. үшін рахмет айтып отырсың? Оны жауапқа тарту үшін істеген ісіңе айтам. Сені қорғай алмаған өкінішті. Дунлай, 6 жыл бұрынғы әрекетім үшін кешір. Кешіре алмаймын. Бірақ қазіргі Джунлинді кешірем. Болашақты ойлауымыз керек деп айтқан өзің. Мені қайта қабылдай аласың ба? Қалай екеуіңе қорған болғым келеді. Мен... Алло, Чумо? Әлгі жігіт таптың ба? Ұқтым. Жарайды, қазір шығам. Дунлай, шындығында 6 жыл бұрын Мен білем. қалай дәтің барды? Мен тек Джунлиннің кеткенін қаладым. Ол сізге де ұнамайтын шығар деп ойладым. Бірақ басқаларды зорлыққа итермелемеу керек еді. Қателік жасағанымды білем. Оның тек қиналғанын қаладым. Режиссер бәрін құртты. Тәтей, егер ол мен туралы айтса, мен құрыдым. Өтінем, көмектесіңізші. Режиссерға қатысты дау Дуншин компаниясына да қатысты. Дунлай оның қитұрқы істерін әшкерелеңдер деп тапсырма берген шығар. Дунлайды Джунлинге осыншалық қамқор деп ойламаппын. Я білем, сол үшін де сізге келдім. Дунлай бұл жайлы білмесе, бәрі жақсы болады. Жарайды. Дунлайды кешкі асқа шақырайын. Қаншалықты білгісі келетін анықтайын. Рахмет, тәтей. Рахмет сізге. Тұрғане. Жылама. Не боп қалды? Мырзам. Жирен шашты жігіттің Линсесімен кездескенін білдім. Оны аңдуға адам салғам. Ол жерге неліктен барған? 6 жыл бұрын ол тауға кім барғанын білдім. 2 рет сотталған адам жалғыз сол ғана. Әлді анықтап жатырмын, бірақ келеді деп күтпедім. Оған ақша керек пе? Иә. Егер қылмыс әшкере болса, өзінің сотталатынын біледі. Сондықтан берілмес бұрын ақша талап етуде. Ол қайда? Оны көргім келеді.可知道在等雪花